Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте жұмсақ тоқаштарды бірге жасайық. Ең алдымен жылы суымызды құямыз. Одан кейін жылы сүтімізді қосып, қант, ашытқы қосамыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жаздым. Венчикпен жақсылап араластырып, оны 5-10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып аламыз. Апарамыз дайын. Венчикпен сәл араластырып, оған сұйық майымызды қосамыз. Содан кейін жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тұзымызды қосып, онды қосып, електен өткіземіз. Електен қосылған ұн тоқаштарымыздың үлпілдек болып шығуына қатты әсер етеді. Нанымызды елейміз. Жұмсақ, қатты болмау керек. Оны 1 сағатқа қойып қоямыз. Уақытыңыз жоқ болса, 15-20 минут тұрса да жеткілікті. Сосын нанды алып 8 бөлікке бөлеміз. Нанымыздың 8 бөлігін осындай домалақ қылып, үстін пакетикпен орамалмен жауып, бір-бірден алып жаямыз. Жайып болғаннан соң сұйық майымызбен жағып 2 бөлікке бөлеміз. Жасалу жолы оңай. Дәл видеодағыдай жасап, тоқаштарымызды жинаймыз.
Жасап болғаннан соң пакетикпен жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Ал енді сары уызын алып 2 қасық сүтті қосып жақсылап араластырамыз. 20 минуттан кейін сары уыз бен тоқаштарымызды жақсылап жағып шығамыз. Қараңызшы, қандай әдемі тоқаштар шықты. Өте ерекше, дәмді, әрі жұмсақ болып шығатын тоқаштарды міндетті түрде жасаңыз. Сізге ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз.